Ассалаумағалейкум көлік сүйер қауым. Бүгін 21 шілде жексенбі. Көліктердің бағасын білуге келіп отырмыз. Алматы қаласы. Toyota Highlander 2002 жылғы 6.500.000 сұрап жатыр. Объемы 3. Коробкасы автомат. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы десе болады. Сарық, мыжық ешкімге жоқ, бәрі жақсы, шірген-мірген жоқ. Hyundai Sonata 2021 жылғы 2.5 автомат 11 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Көліктің арт жағынан көрінісін түсіріп жіберейік. Жақсы. Toyota Land Cruiser Prado 2018 жылғы автомат. Бағасын жазбақ. Бағасын үшін жазбай өткен. Көзілген жағдайы жақсы. Алдымызда көлік. Қытай автопромның көлігі BYD. Бағасын біле салайық. Бұны да 2023 жылғы дейді. 12.500.000 сұрап жатыр, 1.5 объем. Сыртқы кузовын жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағындағы көрінісіміз. Toyota RAV4 2014 жылғы 2.5 автомат 12.100.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрініс ешқандай орылмаған, сызылмаған. Бәрі жақсы. Toyota 75 19 жылғы 2.5 10.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Еш орылмаған, сызылмаған. Жақсы бәрі. Қытай автопромның көлігі Ли-9 2023 жылғы 1.5 объем. Автомат коробкасы. 24.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы деп айтса болады. Сыртқы жағы мынандай. Арт жағы. Бұл бізде Kia Mahav 2022 жылғы объемы 3 автомат 22 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағын жағдайы жақсы. Ішкі жағы осылай, салоны. Салоны бәрі жақсы.
арт жағы орындықтары 7 орындық. Люк бар екен. Жақсы. Mazda 3 2018 жылғы 2,5 8 миллион 700 сұрап жатыр. Көліктің жағдайы жақсы. Сызығы жоқ, оралмаған. Kia K5 2020 жылғы 2 объем коробкасы автомат 11 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Арт жағындағы көрінісі. Салон көріп жіберейік. Ішкі әлемі әдемі. Салоны кожадан. Артқы жағы да сондай. Орындықтары кожа. Жақсы. Toyota Crown 97 жылғы 7 миллион сұрап жатыр. Состояниясы жақсы. Дөңгелектерді өлтірген. Артқы жағы осындай. Ішкі жағы осындай көліктің. Орындықтары мата. Алдыңғы панельдері. Батырмалары көп екен. Хорошо. Іші осындай. Тап-таза, бәрі жақсы, әйбет. Арт жағы да орындықтары таза. Toyota'ның бір жақсы көліктердің бірі деп саналады болды. Crown. Алдыңғы жағынан көріністі көріп жіберейік. Водитель жағынан. Жақсы бәрі. BMW 740 98 жылғы объемы 4, коробкасы автомат 4 миллион 555 мың сұрап жатыр. Кузовының жағдайы жақсы десе болады. Дөңгелекті өлтіріпті. BMW мен ауыратын жігіттерге самый раз. Mercedes A190 98 жылғы 2 миллион 500 сұрап жатыр. Негізінде бұл көлікті әйел адамдар жақсы көреді. Сол кісілер айдайды. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Өзі кішігірім келген көлік. Арт жағы осындай. Camry 40 2008 жылғы 2.4 автомат 6 миллион 300 сұрап жатыр. Ішкі әлемі кожадан деп жазып қойыпты. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Opel Astra 2014 жылғы 1.6 4 миллион 200 сұрап жатыр. Сыртқы
кузовының жағдайы жақсы десе болады. Сәл оң жақ фарсы сырты сынған екен, бірақ жасауға келеді. Toyota 30 2004 жылғы 2.4 автомат 6 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы десе болады. Subaru Forester 2005 жылғы 2.5 коробка автомат 4 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағы осындай. Ішін бәрін көрсетіп қойыпты. Ішкі салоны кожадан, орындықтары. Арты жағы да кожа. Люкі бар. Toyota Windom 2002 жылғы 3 объем автомат 5 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Арт жағындағы көрініс. Toyota RAV4 96 жылғы 2 объем автомат 3 миллион 250 мың сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы орташа десе болады. Сәл кішкене косяктары бар. Бірақ айдайтын адамға ешкім емес. Жөндеп айдайтын болатын болса, алуға болады. Audi 100 S4 газ бензинмен жүреді. 93 жылғы 2.6 механика 2 миллион 500 сұрап жатыр. Анағының жағдайы жақсы десе болады. Ешқандай да базарда көліктің бағасы түсіп атқанын байқап тұрған жоқпын. Audi 80 бочка 90 жылғы 2 объем автомат дейді. 2 миллион 150 мың сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Ешқандай шірік жоқ, ұрылмаған, сызылмаған. Салонын көріп жіберейік. Салоны бәрі таза. Жақсы. Mitsubishi Galant 91 жылғы 1 миллион 670 мың сұрап жатыр. 2 объем. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Шірік байқап тұрған жоқпын. Жылы ескі болғанымен шірік жоқ. Жақсы. Hyundai Getz 2005 жылғы 1.3 объемы 2 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағына көрінісі шірік жоқ, мыжылмаған, сызылмаған, сырылмаған.
Базарда осындай, бүгін машина көп. Жігіттер комментарияға жазып кетіңіздер, қандай көлік түсірейін, қай жылғы көліктерді түсірсем болады сіздерге. Соны айтып кетіңіздер, жазып кетіңіздер. Құр отырмай саусақты жыбырлатып лайк басып қойып, подписка жасап қойыңыздар. Қазақ контентін қолдап кетіңіздер. Nissan Zafira. жылғы 2.5 коробкасы автомат, 1.900.000 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Дисканы өлтіріпті. Ішкі әлемін көріп жүрейік. Ішкі әлемі таза. Жақсы бәрі. Daewoo Lacetti немесе Gentrama 2009 жылғы 1.6 коробкасы автомат, 3.300.000 сұрап жатыр. Бұл кісілер сыртқы кузовының жағдайы жақсы десе болады. Артқы жағындағы көрінісі. Ішкі әлемін көріп жіберейік. Ішкі әлемі таза. Жақсы. Арт жағы да таза. Жақсы. Toyota 10 95 жылғы 2.2 автомат, 2.100.000 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы орташа десе болады. Артқы жағындағы көрінісі. Kia Rio 2014 жылғы 1.6 автомат, 5 миллион сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Артқы жағындағы көрінісін қара жіберейік. Артқы бәрі жақсы, шірік жоқ, ұрылған сырылған жоқ. Жақсы.